Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пицца дайындаймыз. Ыдысымызға сүт құямыз, жылы су құямыз, ашытқымызды салып араластырамыз. Барлығы араластырылғаннан кейін ұнымызды салып, қолға жауыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды осылай жылы жерге бетін жауып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі қажет. Қамырымыз көтерілгенге дейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша ішіне салатын начинкаларымыздың барлығын дайындап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Қаншама пиццалар жасап көрдім, ең жақсы ұнаған рецепті осы болды. Жұмсақ болып, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Оған арнайы ешқандай соустар дайындау қажет жоқ. Осы кетчуп майонезбен де өте дәмді болып шығады. Мінекей начинкаларымызды дайындадық. Қамырымыз көтеріліпті. Осы қамырымызды 2-3 бөлікке бөліп, кішкентайдан жұп-жұқа қылып жаямыз. Қалың болып кетеді деп қорықпаңыз. Бұл піскен кезде кішкене ғана көтерілетін болады. Сондықтан жұқа етіп жая беріңіз. Мінекей келесі майонезіміз бен кетчупымызды осылай араластыра отырып жағып аламыз. Өзіміздің начинкаларымызды кезек саламыз. Оның алдында ең бірінші сиырымызды саламыз. Содан соң начинкаларымызды үстіне қоямыз. Және де қызып тұрған пеште 10-15 минутта тез пісетін болады. Мінекей осындай пиццамыз дайын болады. Және қызып тұрған пешімізде 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Содан соң мінекей бізде өте әдемі пицца болады. Дайын болған пиццамыздың үстіне қалған сиырымызды салып, тағы да бір 3-4 минуттай ұстаймыз. Біздің сиырымыз еруі қажет. Мінекей осылайша біздің пиццаларымыз дайын болады. Қараңыздар, өте дәмді, дәл пиццериядағыдай. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, хотя бы лайк басып кетуіңізді сұраймын. Қараңыздар, өте жұмсақ, қамыры да ондай қалың болып кетпейді, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде соңына дейін қарап кетіңіз. Егер ұнаған болса, бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп.